Баршаңызға сәлем, сіздермен Айзада, менің жаңа видеома қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен дәл осындай қара өрікпен галета дайындайтын боламыз. Ең алдымен алдын ала електен өткізілген ұнымыздың үстінен қопсытқышты және бір шымшым тұз салып, жақсылап араластыратын боламыз. Толық құрамын астында описание бөлімінде қалдырып кететін боламын. Қопсытқышымыз ұнымызға бір келкі болып араласуы қажет. Ұнымызды қоя тұрып, отқа қоятын ыдысымызды алып, ішіне су құямыз және де сұйық майды құйып, бір қайнағанша отқа қоямыз. Қайнаған ыстық сұйықтығымызды ұнның үстінен құйып, алдымен қасықпен араластыратын боламыз, өйткені өте ыстық. Одан кейін қолмен илеп жалғастырамыз. Басқа ұн қосудың қажеті жоқ, қамырымыз өте жұмсақ, нәзік болып шығады. Піскеннен кейін де пирогымыз, яғни галетамыз өте жұмсақ болып тұрады. Дайын болған қамырымызды салафанға салып, жарты сағатқа тындырамыз. Одан кейін аз-аздан ұн сеуіп отырып, жұқа қамыр жаямыз. Жұқалығы шамамен 3 мм-дей болуы қажет. Достар, видеом ұнап жатса, каналым ұнап жатса, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруларыңызды сұраймын. Ал егер де видеоға қатысты сұрақтарыңыз болып жатса, комментарий бөлімінде қалдырыңыздар, міндетті түрде жауап беремін. Қамырымызды жақсылап, жұқалап жайып алдық, формаға орналастырдық. Енді крахмал мен қантты бір ыдысқа салып араластырып алатын боламыз және қамырдың ортасына салып, өте шетіне жеткізбей жұқалап жайып шығамыз. Бұл жерде қолданғаным кукурузный крахмал. Яғни жүгері крахмалы, сіздер оны картоп крахмалымен шатастырып алмаңыздар. Бұл галетаның ерекшелігі, көріп тұрғандарыңыздай қамырында ешқандай да жұмыртқа жоқ, бірақ сонда нәзік, үгілмелі, жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Және тым тәтті болады деп қорықпасаңыздар да болады. Мен галетаны қара өрікпен жасайтын боламын. Сіздер қалауларыңызша шабдалымен жасасаңыздар да болады. Ол да өте дәмді болып шығады. Жұқалап туралған қара өріктерімізді дәл видеода көрсетілгендей қант пен крахмалды массамыздың үстінен айналдыра орналастырып тізіп шығамыз. Жемістеріңіз дәл видеода көрсетілгендей орналасуы қажет. Енді қамырымызды ішке қайтара отырып, шетін өріп шығамыз. Және осы қайтарылып өрілген шет-шетіне жұмыртқаның сарысын жағатын боламыз. Жұмыртқа жағуды ұмытпаңыздар, сонда сіздердің галеталарыңыз жылтырап, өте әдемі болып піседі. Дайын болған галетамызды алдын ала 180 градуста қызып тұрған пеште 25 минут пісіретін боламыз. Осымен біздің өте нәзік, жұмсақ, үгілмелі болып шығатын галетамыз дайын. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Барлықтарыңызға рахмет, ас болсын.